Ассалаумағалейкум, қасиетті қазақ елі. Ассалаумағалейкум, қадірменді оқырмандарым. Ұлттық дүниені ұлықтап келген ұлы даланың киелі қыз-келіншектері, қош келдіңіздер. Бүгін біз кешегі бастаған шеберлік сабағымызды жалғастырамыз. Осы сабағымды бастамастан бұрын сіздерге бір керемет ақпаратымен бөліскім келеді. Бұл Рамазан айының құрметіне Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейрұлы Оразалин мырзаның бүкіл Ақтөбе өңірінің қыз-келіншектеріне менің шеберлік сабақтарымды онлайн ақысыз беруді ұйғарды. Енді әкімнің келісімімен бұл сабақтарға бүкіл қазақ даласының қыз-келіншектері қосыла аласыздар. Айта кететін бір жайт, орын шектеулі. Сондықтан да біз конкурс жариядық. Ол конкурстың бүкіл шарттары менің Инстаграм парақшамда жазылған. Бірінші, осы онлайн сабақтарын ұйымдастырып, қолдау көрсетіп жатқан аккаунттарға тіркелу керек. Екінші, сол посттың астына 5 досыңызды белгілеңіз. YouTube арнамызға тіркеліп, видеоның астына Ақтөбе 2020 біз біргеміз деген хэштегін жазып, телефоныңызды, аты жөніңізді қалдырыңыз. Сізбен кері байланыс үшін. Бұл шарттар сізге мәлім. Енді осы жақында менің өзімнің жеке парақшам Телеграм арнасында ашылды. Сол Телеграм арнасына да міндетті түрде тіркеліңіздер. Барлығыңызға мәлім, әдеттегідей біздің координаторлар бүкіл шарттарды орындаған, толық орындаған қыз-келіншектерді жеке чатқа кіргізеді. Сол чатта қалған ақпаратты аласыздар. Қош келдіңіздер, барлығыңызға сәттілік. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал қыздар, біз кешегі сабағымызда осы алдарыңызда тұрған көрпенің үстіңгі дизайн бітірдік. Ол жерде біз мынандай құрақ түрін қолдандық. Естеріңізде ғой, балалық шағымызда апаларымыздың, әжелеріміздің тырнақша құрағы. Бұл құраққа мен тағы да қосымша қазір көресіздер, колодец, я болмаса құдық деген құрақты араластырдым, бірақ ол құрақты мен тігіп көрсеткен жоқпын. Себебі ол құрақты сіздер біздің екінші орыс тілінде жүретін каналымыз «Лоскутное шитье как бизнес» деген арнамыздан колодец құрақтың, я болмаса құдық құрақтың қалай кесілетінін көре аласыздар, қалай тігілетінін көре аласыздар. Енді мен мынау өңірлерді көп аралаймын ғой, білесіздер ғой, көрпе фестивалімен. Сонда өңірлерді аралағанда бір көзім сүрінетін бір жағдай бар. Сіздердің жасаған кәделеріңізде көрпенің жиегі, я болмаса жастықтың жиегі 5 сантиметр ені, 6, 7, 10 сантиметр, тіпті кейде мен 17-18 сантиметрлік көрпенің жиегін көрдім. Мен ылғи сіздерге айтамын, сіздермен кездескенде де, осы онлайн сабақтарымда да айтып жүремін, баланс деген болу керек. Баланс, тепе-теңдік. Ол жаңағы тепе-теңділік қазіргі жағдайда көрпенің ені мен жиегінің енінде бір жаңағы салыстырмалы түрде тепе-теңдік болу керек. Мәселен, мына көрпеміздің ені, мына көрпенің ені 67. Егер де осы көрпеге біз жанына жиегін 10 сантиметр, 8 сантиметр қойсақ, мына көрпенің дәмі кетеді, бағасы түседі. Сондықтан да не істесеңіз де бояудың тепе-теңділігі, жаңа қосатын дизайнның тепе-теңділігі, содан кейін шетіне қосатын жаңағы су дейміз, оның да тепе-теңділігі бар, жарай ма? Соны өздеріңіз іштей сезіп отыруларыңыз керек. Ал енді мен қазіргі сабағымда барынша сіздерге жеткізіп көрейін.
Мысалы қазір біздің мына ені 67. Бізде жалпы біздің осы 10 жылғы бойғы тігіп жүрген көрпеміздің ені ең кішісі 57-58 сантиметр болды. Ең үлкені 68-69 сантиметр болды ені. Енді бір жаңағы арнайы тапсырыс болды Батыс өңіріне көрпенің енін қазір есімде жоқ 90-95 сантиметр деп сұрады. Оның өзінде біз жаңағы базовый дизайнды жасаймыз дағы, содан кейін көрпенің екі шетіне су дейді, судан жаңа бұрыш құрақ па, я болмаса пагон құрақ па, сондай шетіне біз дизайн қосамыз. Сонан кейін барып жиегін қосамыз. Сол жаңа қосқан дизайнның есебінен біз көрпенің енін өсіреміз. Енді қазіргі мына көрпенің ені 67, мен бұл көрпеге жиегін 12 сантиметр қосамын. Жалпы бізде басым көпшілігі көрпенің енесі жиегі 12 сантиметр. Бір енді бір өте бір сондай кездесетін, анда-санда бір кездесетін көрпенің жиегінің размері 13 сантиметр. Мен білмеймін, енді біз 15 сантиметр дегенді қосқан емеспіз. Сондықтан да басым көпшілігі бізде 12 сантиметр. Енді мына дизайн бітті. Енді ол жиектің өзінің ұзындығы бар ғой. Мен сіздерге енін айтып жатырмын. Енді ұзындығын. Оның ұзындығын қалай табамыз? Мына көрпені тігіп болғаннан кейін қыздар өлшейсіздер ғой. Өлшеген кезде ұзындығын өлшейміз. Мынаны кішкене тартып өлшеу керек. Жарайма, осы жатқан қалпында өлшесеңіз, көрпенің жиегі тіккен кезде жетпей қалады. Сондықтан да мынаны кәдімгідей қолыңызбен тартып отырмыз. Мен тартып отырмын. Көрдіңіз ғой? Мына астына мен кәдімгідей тартып отырмын. Мені тартып, сонымен мына көрпенің ұзындығы 197 сантиметр болды. Кесіп аламыз. Ені 12 сантиметр, ұзындығы 197 сантиметр. Екеу кесіп аламыз. Кескен кезде көңіл аударатын жағдай, қыздар, мен енді алдын ала дайындап қойдым. Кескен кезде міндетті түрде біз мынаның астына стрелканы қойып қоямыз. Мына жерде сіздерге көрінбейді. Кесіп жатқанда стрелканы қойып қойыңыз. Бұл жаңағы матаның түгі екеуі бір жаққа жату керек. Міне мынаның астында стрелка тұр, былай қарап. Қазір міне мынаның астында стрелка тұр. Міндетті түрде стрелканы қойып қойыңыздар. Шатаспайым деп ойламаңыз, шатасасыз. Әсіресе мына матовый велюрдың түгін қарап тұрып, жаңағы анықтау қиындау. Сондықтан да енді біздің тәжірибеміз сіздер қолданады деген ойдамын. Міне қиған кезде астына стрелкасын міне қойып қойдық. Енді осыны көрпеге тіккенде қалай тігеміз? Тура осы қалпында мен алып келемдағы стрелкасын өзгертпей, алып келемдағы мынаны бүйтіп орналастырам. Міне, енді мына көрпені тігіп жатқан кезде мынау асты кішкене тартып, астын кішкене созыңқырап отырыңыздар, жарай ма? Себебі құрақ тартады. Ал мына жиегін міндетті түрде, қыздар, ойламаңыздар. Бізде кәдімгідей тәжірибесі бар мастерлар инемен қадап алады. Егер де сіз жоқ, мен оны бірден тігіп кетем десеңіз, онда мына жиегі шығып кетеді. Себебі мына астында көрпе тартып тұр. Құрақтың есебінен, одан кейін көрпенің бәрін жинап біткеннен кейін көрпеңіз тартылып қалады. Оның ішіне мақта салып, жаңағы сырам өзгертем деп жасауыңыз мүмкін, бірақ та көрпенің дәмі кетеді. Қарап тұрғанда бәрібір тұтынушы ол көрпенің бір жаңағы міні көрініп тұрады тұтынушыға. Қандай мін екені білінбейді, не екенін бәлкім тұтынушы таба алмайды, бірақ та көрпенің жаңағы толық келбетінде бір ағаттық болады. Сондықтан да сіздерден өтініш, ешқашанда көрпенің жиегін бірден тігуші болмаңыздар. Мына инемен көрпенің мен шетін қадап алам. Шетін қадап алыңыздар, міне.
бірінші екі шетін қадап аламыз, қыздар. Екі шетін табамыз. Міне, екі шетін қададым. Енді мынаны кәдімгідей созыңыздар. Міне, көрдіңіз ба? Мынау жаңа жиегі кішкене ұзын сияқты болып көрінді. А мына матаны созсаңыз, міне, жиегі орнына келе қойды. Созыңыздар. Міне, созылды. Көрдіңіз ғой, міне мата орнына келді. Енді мен көрпенің ортасын белгілеп алайын, е? Мына инені қадағанда, қыздар, жаңағы былайынан қадамаймыз, параллельно қадамаймыз, біз перпендикулярна қадаймыз, жарай ма? Ол тігіске қажет бізге. Міне ортасын таптым. Так. Енді ортасын таптым, мына екеуінің ортасын тағы да табам, қыздар. Так. Міне, тағы да ортасы табылды. Мына ортасын тағы да табам. Мына ортаның ортасын тағы да табам. Сөйтіп, ылғи осыны әдетке айналдырыңыздар, жарай ма? Міне, түсінікті ғой, қыздар, е? Жиекті мінсіз орнатудың алгоритмі тек қана осындай. Бұл біздің 10 жылдық тәжірибеміз. Егерде сіздердің басқа өзіңіздің осыдан ұтымды тәжірибеңіз болса, онда біздің жаңағы комментарийді жазыңыз осы видеоның астында. Сөйтіп, ең алдымен екі жағын тігіп аламыз. Енді тігейік. Міне, қыздар, мен көрпенің екі жақ жиегін қосып алдым, инемен қадап алдым. Міне стрелкасын көрдіңіз бе? Міне стрелкасы бір жағына, екеуінің стрелкасы бір жағына қарап тұрып, мына көрпенің ворысы бір жақта тұру керек. Енді тігеміз. Енді тіккенде бұл енді ұзын көрпе ғой. Сіздерге ыңғайлы болу үшін көрпені өздеріңізге ыңғайлатып орап алыңыздар, жарай ма? Бастайық. Міне, қыздар, бітірдік. Енді жаңағы екі жиегін қалай қосамыз, соны көрсетейін. Ал қыздар, міне мен екі жиегін қостым. Қалай қосқанды сіздерге көрсеттім. Енді осы екі жиегін қосып біткеннен кейін, сонан кейін қыздар, мына енін аламыз. Енін алдын ала қиюдың қажеті жоқ. Міне 87 болды. Енді мен 87 қылып, екі жақ енін қиып аламын. Мен міне қиып дайындап қойдым. Бұл жерде де қыздар стрелкасын жазып қиған кезде бірден жаңа ворысты жоғалтып алмас үшін стрелкасын қойып қойыңыздар. Енді осы жерде бір назар аударатын жағдай, мына жиектерін қосқан кезде көріңіздер. Мына жаңағы жан жақтағы велюрмен мынау бүйтіп төсеп көргенде, қазір мен мынаны былайынан көрсетейінші. Міне қыздар, мынаны қойған кезде
бүйтіп жан жақтан көріңіздер міне. Иә? Аха. Мына жақ қатты ашық болып кетті да, мына жақ темный болып кетті. Енді былайынан қойып көрейін. Міне келді. Енді сонан кейін барып инемен мен қадап шығам. Инемен қадағанда да қыздар екі шетінен қадаймыз. Одан кейін көрпені кішкене керу керек. Жаңағы ұзыннан бойы кердік қой. Сол сияқты енінен де көрпені кішкене қолмен керіңіздер. Құрақ тартып тұр. Сонда мынау 87 болып түп түзу үстіне түседі. Инені екі шетінен ортасынан қадаймыз, содан кейін тағы да ортасын табамыз. Сөйтіп тігіске дайындаймыз. Енді міне стрелка жоғары қарап тұр, иә? Мен мына екінші жағын стрелкасын жоғары қарата салам, болды. Мына жерде стрелкасын жоғары қаратам. Міне. Сөйтіп жоғары қарата салам. Міне, ворысы келіп тұр. Бұны да қадап алам. Инемен. Жаңағындай инемен қадап алам. Жаңа ұзындығымен көрсеттім ғой. Тура солай қадап аласыздар да, одан кейін тігеміз. Енді мен мына эфирдің уақытын алмай ақ қояйын. Бірден сіздерге тігілгенімді көрсетемін. Жарай ма? Қалай тіккенін түсіндіңіздер ғой. Міне, толық қосылды. Көрпеміздің үстіңгі дизайны міне дайын, қыздар. Көрдіңіз ғой? Үстіңгі дизайны дайын. Енді мен осы сабақта үстінде астында қалай қосатынымды көрсеткім келді. Бірақ мынау біздің мына матамыз әлі келмей жатыр. Шекаралар жабық болды ма? Қазір енді перевозкада кешігіп жатыр қазіргі жағдайлармен. Мына матамыз бітіп қалды. Мен мынаның астарын тура мына өзінің бояуына келтіріп жасаймын, қыздар. Әрине, мінсіз тепе-теңді бояуды табу қиын. Мен енді фабрикадан тапсырыс бергенде мен барлығын өзім үстіп тапсырыс берем, е? Ал енді сіздің жағдайда менде жаңағы кейде болмай қалған кезде базарға баруыма тура келеді. Қазір тіпті базарға да шыға алмай отырмыз. Сондықтан да сіздерге астарын толық тігуді мен бұйыртса келесі сабақта көрсетем, бірақ ол басқа дизайнда көрсетем, басқа технологияда көрсетем. Астарын біріктіру барлық көрпелерде бірдей. Енді қазіргі жағдайда айта кететінім, қыздар, міндетті түрде астары мен мына көрпенің базовый, мына жиегі бұл көрпенің базовый бояуы. Осы базовый цветпен астары екеуі бірдей болу керек. Мен фестивальдарда барам ғой, сонда көрем, кәдімгідей ренжеймін. Мынаның астына бір гүлді бір маталарды байлап жаңағы тігіп тастайды. Мен түсінем, әрине, апаларымыздың кезінде, жаңағы әжелеріміз, аналарымызда енді үйде қалған профисіне бар тағы басқа бір маталарды тіге салатын шығар. Сіздер кәдімгідей кәсіп жасағыларыңыз келеді ғой. Сондықтан да кәсіп жасағанда қазіргі тұтынушының талғамы өте биік. Қазіргі тұтынушы жаңағы таңдауы көп. Сондықтан да нарықта осы таңдауға төтеп бере алатын, осы жаңағы бәсекелеске төтеп беру үшін осындай жаңағы ұсақ-ұсақ дүниелердің бәрінде ұқыпты болыңыздар, жарай ма? Астар мен екеуінің мына базовый цвет екеуі бірдей болу керек. Одан кейін мен мына замогын қадап қойдым мен. Көрдіңіз ғой? Замоктың өзінің бояуы міне бірдей болып тұр. Замок пен мына матаның, базовый матаның бояуы бірдей. Сондықтан да сіздерден де өтінем. Жаңағы замок табылмады деп, мына жерге, әй осы замок жақындайды ғой деп, ондай өйтіп салмай ақ қойыңыздар. Мынаның астында бояу, әй осы жақындайды ғой деп, астын тіге салмаңыздар. Бірден көрпенің, тағайтамын, көрпенің сүйкімі кетеді, көрпенің дәмі кетеді. Әрине ол бағасын түсіреді. Сондықтан да жаңа еңбегіңіздің бағасы жоғары болсын десеңіз, жасаған кәдеңіз көзіңіз жауын алсын десеңіз, осындай бір ұсақ-ұсақ дүниелерге өте назар аудару керек. Енді мынаның астары жоқ, бірақ үстінің бәрі тігілді. Мен осы көрпенің қандай жоба екенін сіздерге қазір көрсетемін.
Ал қыздар, осымен менің шеберлік сабақтарым аяқталды. Қазір осы жобаны жаңа айтып кеттім ғой, астарын біз әлі тіккен жоқпыз, бірақ бәрібір мен қазір осы толық жобаны сіздерге көрсеткім келеді. Естеріңізде ма, өңірлерді аралағанда менімен тікелей кездескен қыздар барлықтарыңыз білесіздер. Не жасасаңыз да, оған ол сіздің шабытыңыз, ол сіздің туындыңыз, ол сіздің ұшқыр ойыңыз, ол сіздің жаңағы ішкі дүниеңіздің сырттағы бейнесі. Сондықтан да міндетті түрде тігіп отырғандағы жаңағы тігу барысындағы өзіңіздің бір шабытыңыз оянып, осы жасаған жобаңызға ат беріңіз. Мен енді осы алдыңғы сабақта басталғанда айтып едім ғой, балалық шағыма, бәріміздің балалық шағыма бір саяхат болсын деп. Себебі мына жердегі мынау тырнатырақ, мынау тырна құрақ, бұл біздің апаларымыздың, әжелеріміздің құрағы, аналарымыздың тіккен құрағы. Біз өзгерттік. Оны қалай өзгерттік, несі өзгерді, оны алдыңғы сабақта мен түсіндіріп айттым. Енді осы жобаға қарап отырып, мен неге мынау сиреневый цвет дейді, күлгін бояуды матаны неге қолдандым? Ең алдымен әрине мына жаңағы көк аспанға сәйкес болып тұр. Көк аспан болғанда бір морской бір цвет болады ғой, теңіздің жағасындағы. Соған сәйкес кеп тұр. Енді сирень біздің балалық шағымызда әрқайсымыздың бір жақсы көретін гүліміз болған шығар. Мен өзім ең алғаш көктем басталғанда сирень гүлін жақсы көрем. Мен өкінішке орай қазақша атын білмейді екем. Сирень гүлін, сиреннің жаңағы сондай бір аңқыған иісі мен үшін көктемнің қарлығашы. Енді мынау жобама қарап отырып, мен көп ойландым, осының атын қалай жасасам екен, аты қандай болады екен деп. Көктем, сирень, осының барлығы тарихта оны жеңіспен байланыстыруға болады. Осыдан 75 жыл бұрын, екінші дүниежүзілік соғыста, Ұлы Отан соғысында, соғысы аяқталғанда, көктемде аяқталған. Көктемде 9 майда жеңіс күнінде біз осы күнге дейін сол бүкіл СНГ мемлекеттері, кешегі Совет одағы мемлекеттері, біз осы мейрамды тойлаймыз жеңіс күнінде. Себебі біздің аталарымыз, біздің үлкен аталарымыз сол жеңіске жетуге өзін жанын пида қылған. Сол жаңағы талай жеңістің жолында қаза болған. Бүгінгі біздің еліміздегі болып жатқан жағдай, бұл да соғыс, үнсіз соғыс, қыздар. Әрине солдаттар жоқ, генералдар жоқ, жарылып жатқан бомба жоқ, атылып жатқан оқ жоқ. Бірақ барлығымыз өзіміздің шаңырақтарымызға кіріп, үнсіз ғана осы ұлтымыздың санын сақтаймыз деп, әрбір адамды жаңағы осы дертке шалдықпаймыз деп, біз барлығымыз бірігіп, осы дертпен үндемей шайқасып отырмыз. Бұйыртса 12 майға дейін созды біздің карантинді. Кеше президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың елге үндеуінде айтылды. Сонда мынандай бір тамаша сөз айтылды. Бұл шаралар ең алдымен әрбір адамның жанын сақтап қалу үшін. Сондықтан да біз тәртіпке бағынайық. Біз өкіметіміздің, мемлекетіміздің қойған талабына барлығымыз бірігіп, бірлігімізді көрсетейік. Бұйыртса 12 майға дейін созылды. Егер де 12 майдан кейін бұл жаңағы ауру асқынбаса, бұл дерт асқынбаса, біздің есігіміз ашылады. Біз жаңағы қалыпты өмір жағдайымызға қайтадан ораламыз. Сондықтан да сіздермен бірігіп, біз бірге жеңіс күнін көрейік. Мен осы жобамды көктем жеңісі деп атадым.
Құдай сол көктем жеңісіне біз аман есен жетейік. Бүкіл ел болып, бір-бірімізді сағынып, бір-біріміздің құнымызды біліп, осы елдің берекесі үшін жеңісті күндерде жолуға нәсіп етсін. Осы енді бүгінгі менің сабағым тәмамдалды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осы сабағымды аяғына дейін көріп отырған қыз-келіншектер, сіздерге алғысымды айтамын. Әрине, әрбір сабақтың соңында сіздерден сұрайтыным, пікірлеріңізді жазыңыздар. Қосатын әңгімелеріңіз бар ма, оны да жазыңыздар. Бәлкім сіз басқаша тігетін шығарсыз, бәлкім сіздің өмірлік жаңағы мынау шебер ретінде тәжірибеңіз мол шығар. Соны ортаға бөлісіңіздер. Мына жоба сізге ұнады ма, аты ұнады ма? Сол пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Лүпілдеріңізді басып отырыңыздар. Ол енді мынау YouTube арнасының өзінің жаңағы өсу алгоритмі. Бұл қазақша арна, жаңадан ашылған арна. Сондықтан да осы арнаның өсуі, бұл жердегі шеберлік сабақтарының, қазақ тіліндегі шеберлік сабақтарының көбеюі, қыздар, тікелей көрермен сіздерге байланысты. Сондықтан да қолдау көрсетіңіздер. Арнамыздағы ақпаратты қолма-қол алғыңыз келсе, тіркеліңіз және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Осымен бүгінгі менің шеберлік сабағым аяқталды. Келесі шеберлік сабағында кездескенше күн жақсы. Хош, сау болыңыздар. Біз біргеміз. Біз жеңіс көктеміне бірге жетеміз.